Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, 2 Б класс. Бүгін сәуірдің 21-і. 21, 21. Сәуірдің 21-і. Аптаның 2-ші күні. Второй день недели, вторник, сейсенбі. Сабағымыздың тақырыбы бейсенбіде тауға шығамын. Пишем дату и тему. Бүгін, балалар, біз Ю әрпін жазамыз. Сегодня пишем букву Ю. Ю әрпі. Буква Ю. Ю. Ою. Қою. Құю. Көбею. Аю. Азаю. Өте жақсы, балалар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты жаңа сөздер үйрену, және де жаңа сөздер арқылы сөйлем құрастыру. Сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Повторяем за мной. Бүгін. Апта. Дүйсенбі. Сейсенбі. Сәрсенбі. Бейсенбі. Жұма. Сенбі. Жексенбі. Өте жақсы, балалар, тамаша айтып шықтыңдар. Жарайсыңдар. Енді, балалар, бұл апта күндерін дәптерге жазамыз. Пишем эти слова. Бүгін, сегодня. Апта, неделя. Дүйсенбі, понедельник. Сейсенбі, вторник. Сәрсенбі, среда. Бейсенбі, четверг. Жұма, пятница. Сенбі, суббота. Жексенбі, воскресенье. Жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, тыңдаймыз және қайталаймыз. Слушаем и повторяем. Апта күндері. Апта күндері. Дни недели. Первый день – дүйсенбі. Дүйсенбі. Второй – сейсенбі. Үшінші күн – сәрсенбі. Четвертый – бейсенбі. Пятый – жұма. Бесінші күн. Алтыншы күн – сенбі. Және воскресенье – жексенбі. Жарайсыңдар, балалар. Енді бұл сөздерді біз видеоролик арқылы қайталаймыз. Сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Керемет видеоролик, солай ма, балалар?
Енді балалар, есте сақтаңдар. Запомните, ребята. Жексенбі – воскресенье. А если сказать в воскресенье, жексенбіде, окончание де, жексенбіде. Пятница – жұма, ал в пятницу – жұмада. Жұмада. Например, дүйсенбіде, сейсенбіде, сәрсенбіде, бейсенбіде, жұмада, сенбіде, жексенбіде. Түсіндік пе, балалар? Запомнили, ребята? Жақсы. Енді балалар, мәтінді оқимыз. Читаем текст. Аптада 7 күн бар. В неделю есть 7 дней. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Апта күндері. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – это дни недели. Дүйсенбі – аптаның басы. Понедельник – начало недели. Сейсенбіде досыма барамын. Я посещаю друга во вторник. Сәрсенбіде мультфильм көремін. Я смотрю мультфильм в среду. Бейсенбіде тауға шығамын. Я собираюсь в горы в четверг. Жұмада кеме құрастырамын. Я строю корабль в пятницу. Сенбіде саябаққа барамын. Я пойду в парк в субботу. Жексенбіде достарыммен ойнаймын. Я играю со своими друзьями в воскресенье. Түсінікті ме, балалар? Воскресенье, жексенбіде. Өте жақсы. Енді балалар, тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма, первое задание. Апта күндерінің атын ретімен жаз. Вы должны написать дни недели по порядку. Первое, что у нас? Какой день? Дүйсенбі. Правильно, дүйсенбі. Ставим запятую. Следующий. Келесі күн қайсы? Найдем и пишем. Түсінікті ме, балалар? Өте жақсы, жарайсыңдар. Екінші тапсырма. Қазақ тіліне аударып жаз. Понедельник сабақ басталады. Как будет в понедельник? Дұрыс айтасыңдар. Дүйсенбіде сабақ басталады. Дальше сами продолжаем. Үйге тапсырма. Видеороликтегі 2 тапсырманы орындап, маған WhatsApp арқылы жібереміз. Выполните все задания и выучите новые слова. Снимите себя на видео и отправьте мне на WhatsApp. Жаңа сөздерді жаттап, маған видеоролик түрінде WhatsApp арқылы жібереміз. Түсінікті ме, балалар? Снимите себя на видео. Сабақ аяқталды. Я буду ждать. Сау болыңыздар.